бір күн қалам ба деп жатырмын, өйткені қазақ теннистің кешіне барамын ба деп. Бүгін негізі ойлатырмын, мысалы Монако-мен кездесіп қалып жүреміз ба деп, бірақ менде ешқандай идея жоқ. Сәлем, достар. Сендермен біргеме енді. Бля, что-то ебаем, мужикым стал. Я мусульман. Ассаламу алейкум, достар. Қалайсыңдар? Сендермен біргемен Ерназар және де Нұрболат. Біз және де қазір қызықтаймыз қалатын боламыз. Бізді қонаққа шақыртты дейсің. Иә, бізді главный рөлға шақыртып қызықтаймыз. Бүгін сценада өсіп кетеміз. Неге менің көзім наркомандар сияқты? Нани? Шыны қызыл болып тұр менің көзім. Сотканың қатысы жоқ. Алло, келмейді қызықтаймыз ға. Неге? Отменили ее. Почему? Мен сұрадым ғой. Ну, ничего страшного. Бармайын себебі отмена. Қызық емес өзі. Қызықтаймыз. Короче, мынау жер чисто для творческих людей арналған екен ше. Бүгін біз дейтін қазір қызықтаймыз қорамыз. Жоқ жерден Ерназар келді Алматыға. Почему бы и нет дедім мен. Ерназарға 1000 подписчик жеткізсек, сосын ол кезде мықты контент түсіреді деседі. И так онсыз да мықты контент түсіріп тұр. Просто 1000 подписчик болса мотивация ғой любой адамға. Ойлаңдаршы. Кайф қой. Менің өзім әлі 1000 подписчигім есімде. 2017-те ма, 2018-те ма? 2017-те жеттім. 2015-те аштым каналымды, 2017-те жеттім 2 жылдан кейін. Давайте поддержим Ерназарды. Сразу дейсің. Кстати, сіз Зәке олыңыз емес па? Балар бер. 2. Рахмет. Соғысы бола ма? Давай. Нұртайын соған айта аласыз ба? Давай, не деп айтайын? Чемпионға қайта келіп жатыр. Қызықтаймызға келген жерін ұмытып кетсем, ә? Қызық қойып тұр что-то. Қайқта шығып отыр? Так, шақырын кереміз сонда? 3 сағат перекур деді, зыттым. Мінеке, перекурдың, мінеке, еліміздегі ең сұранысқа актерлердің бірі, мінеке, перекурын пайдаланып, өзіңізді бағалап. Иә. Обед кезінде басқа бір киноға түсіп қайтады. Қызықтаймыз, бұндай ма не? Мен ойладым да, үлкен толы болады шығарды. Сяду şu. Здорово, заебал. Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам.
Блять, нахуй я сюда пришел? Давай по новой, Миша, все хуйня. Сука, Зачаганск, блядь! Кутак, блядь, Зачаганск, анаң сігейін! Серік айналаңда үй бар ма бос, анаң сігейін көшіп кетем, блядь! Сука! Здорово, братья. Да. Міне ұйқыдан тұрдым. Енді қазір тағы да бір съемка болады екен. Zepfix арнасында. Әзірше әлі бізде уақыт бар. Қазір дүкенге барайын деп жатырмын. Шамалы сыралатып дегенде. Өйткені ас сағаттан. Zepfix арнасында футбол жайлы видео болғандықтан осындай сыралдым. Қазір компания болып тұрып, қазір ол жаққа жиналады. Сасақ, Америкинс, Zepfix, Нұрболат, Нұрлан Қалам. Қаландарын танымадым, мен бір выпуск қана көрдім, бізде Нұрлан Қалам жеңгенін. Мен, кстати, солай жылап бастым. Все, короче, съемка басталайын деп жатыр. Я в роли лидера. И там, короче, высокие здания. Бітедағыдай кіре алмайсың. Өздерің білетіндей, тикток жұлдыздары және ютуберлер. Что там, Нунакың, ойын қалай отыр? Ебай, әдемі болып жатыр негізі. Қай командада отыр? Тең пока что. Тең? Тең бе тең, иә. Ойын уже басталайын жатыр ма? Но екінші раунд уже. Сендердің составтарында сен? Сасақ, Нұрлан, Делин. База жоқ. Қарсылас командада кімдер? Мен оны Қарсылас бізде Амир, Рома, Зефрикс, Досымжан. Досымжан сесе танымдым. Қозылақтың ойнағаны әдемі. Қойындар, жігіттер, қойындар, үйтпеңдер, ят болады, жігіттер. Ей, құралдың балдарысыңдар ғой, үйтіп неғымаңдар, ей. Қойындар, ей. Не мынау, ей, сіздер, қойындар, жігіттер, ей. Жігіттер, қойын. Ну пока что был уже. Мені соңғы челлендждер басталайын деп жатыр. Андрей, саған қандай футболист ұнайды? Ұнайды? Аха. Так. Ну, Роналдо. Сызықсан әше? Рахим Стерлинг. Месси? Так. Неймар. Ну, Рональдо. Роналдо? Любимый футболист. Если угадаешь, он теңгерім. Бля, кім бар еді өзі? Короче, вот 2015 жылы мен, получается, Нұрлан Қаламға жазған болатынмын. И спустя 10 года, короче, я встречаюсь с ним. Сен бұрындар ана анимация түсіріп жүрдің ғой? Помнишь? Я помню. Ебать, Реймоннан бастап қарайды ғой сені. Прикинь, нах. Пиздец, достар. Все, короче, съемкалар бітті. Мені участниктер. Өтте әдемі фонда. Короче, 24 сағат Нунакомен осылай өтті. Қызықтаймыз қадағалады. Zepfix'дің каналында да. Да. Енді ертең қалаға айтамыз, бұйырсам. Бәріне бар шықтық, короче, біз. Мен шаршап отырмын ше. Кеше де шаршадым, бүгін де шаршадым. Қазір енді футбол ойнап тарадық.
Че, саған қалай болды өзіңе күн? Өте ұнады. Нормально ма? Я болбой ойдың күшті лидер болып отырдым. Қойш, мен лидер болдым әне, до того. Ұялтпашы адам дейді. Тезек да. Солай достар, лайк басайық, тіркелмеген болсаңдар.